күй ойнайды қазағымның қанында, күй ойнайды қазағымның жанында. Жүрегінің дүрсілі күмбірлеген домбырасы барында. Бабамыздың мұңысың сен домбыра, анамыздың сырысың сен домбыра. Қазағымның жүрегінен жаралған, даламыздың өрісің сен домбыра. Домбыра бол үнсіз қалып көрмеген, қуанышта қайғы мұңда кернеген. Үзіледі үндер, ғашықтардан көз жасындай бермеген. Бабамыздың мұңысың сен домбыра, анамыздың сырысың сен домбыра. Қазағымның жүрегінен жаралған, даламыздың өрісің сен домбыра. Домбырадай шешірер жыр болмаған, даламыздың тағдырларын толғаған. Армандарын халқынан аманаттап ұрпағына жолдаған. Бабамыздың мұңысың сен домбыра, анамыздың сырысың сен домбыра. Қазағымның жүрегінен жаралған, даламыздың өрісің сен домбыра. Құрметті жолдастар, жаңа ғана біздің барлығымыздың назарымызды бағып алған ән «Домбырам» деп аталып, оның өлеңін жазған ақын Шөмішбай Сариев, әнін жазған композитор Кеңес Дүйсекеев. Ол әнді орындаған республикалық гүлдар ансамблінің әншісі Асан Мақашев, сүйемелдеген қазақтың телевизиялық және радио хабары комитетінің эстрадалық оркестрдің дирижері, көркемдік жетекшісі Геннадий Сирота. Жолдастар, біз бүгін бәріміз ақын Шөмішбай Сариевтің творчестволық кешіне келіп отырмыз. Шөмішбай Сариев өзінің құрдастарының ортасында, біздің қазіргі өсіп келе жатқан қазақ мәдениетінде көзге көрініп жүрген, біздің әдебиет қана емес, сонымен қатар өсіп келе жатқан музыкалық мәдениетке үлкен үлесін қосып келе жатқан өнерпаз. Әрине, біздің хабарымыз музыкалық хабар. Дегенмен де музыкалық хабар болса да, біз поэзияға арнап отырмыз. Поэзияның авторы, ақынға, өлең жазатын адамға, соның творчествосына арнап отырмыз. Әрине, тарихтың талай сатысында ақынмен және ақынның жазған өлеңімен музыка
бірдей қосылып, мәуелеп өсірген бақтай үлкен өзінің нәтижесін беріп, адамды қуантатындай талай тамаша туынды қалдырған, шығарғанда. Кезінде әрине қазақтың біз музыкалық мәдениетін еске алатын болсақ, жеке ғана ақын ғана емес, жеке ғана композитор емес, жеке ғана орындаушы емес, бір ғана адамның өзінің басында талай дарын болған. Біздің қазіргі заманымызда қазақ халқында ғана емес, бүкіл жалпы жер бетінде ақын өзінің творчествосымен композиторларды шабыттандырады. Әрине, Шөмішбай Сариев тек қана композиторлар үшін өлең жазып жүрген жоқ. Шөмішбай Сариевтің терең поэзияда көптеген өзінің жақсы еңбектері бар екенін білеміз. Шөмішбай Сариев көптеген біздің қазақ композиторларымен творчестволық бірлестікте жақсы шығармалардың авторы болып жүр. Біз өте қуанамыз оған, және біз мұны құптауымыз керек. Ақын Шөмішбай Сариевтің творчестволық диапазоны өте кең. Оның поэзиясының тақырыптарының өзін алатын болсақ, жастарға арналған, отанымыздың, халқымыздың тарихына арналған, және де адамзат баласының бір-бірінің арасындағы қарым-қатынасқа арналған, парасаттық адамгершілікке арналған. Жоламан Тұрсынбаев, «Алқабым күй атырау», сөзі Шөмішбай Сариевтікі. Орындайтын қазақ эсерінің еңбек сіңірген артисі Ғафиз Есімов.
Шөмішбай Сариевтің өлеңіне жазылған әндер тек қана қазақ радиосы мен телевизиясының оркестрінің репертуарында ғана емес, біздің республикамызға белгілі болып қалған және де біздің республикамыздың музыка мәдениетін көптеген жерде дәріптеп насихаттап жүрген коллективтердің репертуарында бар. Сондай коллективтердің бірі қазір сіздердің алдарыңызға шығады. Қазақстанның Ленин комсомол сыйлығының лауреаты, Қазақтың Қыздар институтының вокалдық аспаптық Айгүл ансамблі. Бірінші орындалатын ән «Анашым, сағынышым». Anашым, сағынышым алалаған, шақтарда хаттар бізден баяулаған, бәрінде ол қызыңның жинап алып, көріп жүрмекенсің аяуланып. Табиғатта күнімізіңнен бар шуақ төгілгендей бір өзіңнен өмірде қуат алып келем әлі мейірімді қарапайым мінезіңнен. Анашым, сағынышым аялаған, шақтарда хаттар бізден баяулаған, бәрінде ол қызыңның жинап алып, көріп жүрмекенсің аяуланып. Anашым, сағынышың алаулаған, шақтарда хаттар бізден баяулаған, бәрінде ол қызыңның жинап алып, көріп жүрмекенсің аяуланып, аяуланып. Жаңа орындалған өлеңнің музыкасын жазған композитор Кеңес Дүйсекеев. Қазір тағы да Кеңестің Шөмішбайдың өлеңіне жазған тағы бір әнін тыңдаймыз осы орындауда. Өкінбе сен. La 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 la.
Ғафу аға, сіз 20 ғасырдағы қазақ поэзиясының үлкен майталман ақынысыз. Бүгінгі хабарға қатысып отырып, жас ақын Шөмішбай Сарыевтың творчествосы жөнінде өзіңіздің пікіріңізді айтып берсеңіз екен деген тілегіміз бар. Рахмет айналайын. Қымбатты достар, қымбатты ағайындар, мен өзім мына кереметтей тамаша салтанатты кеште қызық бір әсем сағатта соншалықты жүрек тебіренісіне батып, бір рахат бір сезімге батып, сөйтіп қуанып отырмын жолдастар. Біз бүгінгі күні жаңағы көріп отырған көріністен не көреміз? Біздің халқымыздың жас ұрпағының, аға ұрпағының біздің туған өнерімізге деген махаббатын көріп отырмын мен осы залда. Сол үшін сан қилы жерден, қаланың сан түкпірінен жиналып сіздер рахаттанып осы бір қазақтың әні менен сөзін, биін барлығында рахаттанып тыңдауға келдіңіздер. Бұл ғажайып халықтың ең үлкен рухының биіктігі болып саналады. Бұл халықтың санасының биіктігі. Халықтың жан сезімінің адалдығы, тазалығы, мөлдірлігі болып саналады. Шөмішбай Сарыев туралы мен көп айтуға болмас бұл жерде. Өйткені жаңа айналайын, сен өзің осы тойды айтайық та бұны, өлеңнің мейрамы, музыканың тойы ғой. Сондықтан да сол тойдың ағасысың сен, Жолан. Өзің де бір жағы Шөмішбайды өте жақсы біледі екенсің. Шөмішбай, сенің сөзіңе жалғыз-ақ қосып айтатын нәрсе, Шөмішбай, мына бізде 10-15 жыл, 20 жылдар шамасында қазақ поэзиясына болсын, қазақ әдебиетіне болсын, жаңа бір толқын қосылып отырады. Сол толқынның қосылуы арқылы қазақ әдебиеті белгілі бір асуларға, белгілі бір кезеңдерге асып отырады. Ол толқындардың жастығы, ол толқындардың жаңа жарқын дауыстары әдебиеттің атмосферасын, ауасын тазартып, жасартып, соншалықты бір үлкен құбылыс жасайды. Міне осындай құбылыстар біздің қазіргі осыдан 10 жыл бұрынғы, шамасы 15 жыл бұрынғы жағдайда пайда болды дағы біздің қазақтың әдебиетіне тамаша әңгімешілер, прозашылар, романистер келіп қосылды да, бір жағынан біздің қазақтың поэзиясына, біздің ұлы анамыз секілді, өнеріміздің ұлы анасы поэзияға жаңа бір толқын, қуанышты толқын келіп қосылды. Ал енді менің қатты қуанып отырғаным, қазір мына келген ұрпақта, және сол ұрпақтың өкілі Шөмішбайда бізден де гөрі бір ерекше қасиет бар екен. Ол қасиет бізде де болған, бірақ там-тұмдап бекен, сирек бекен. Шөмішбайдың қасиеті мына екінші қанатын, яғни музыкаменен туыстасу, бауырласу, композиторларменен одақтасу, солармен достасу, яғни қазақтың бір жағы өлеңі, жыры, дастаны болса, бір жағы музыкасы, әні, күйі, сол жағын қатар алып жүретін азаматқа айналған екен. Менің бүгінгі әсіресе бақылап отырғаным сол. Мына композиторларменен достасу дегенді біз әшейін аңда-саңда, оқтасаңда, жай келіп кетуде, соғып кетуде жазып жүретін болсақ, Шөмішбай түйдегіменен жазып қазір бірнеше әндерді, бірнеше композиторлармен қосылып жазып, сан тойда, сан топырда, сан жарыста кереметтей бәйгелер, көп дипломдар алып жатыр екен. Міне көрдіңіз бе, ақын бір сала, композитор бір сала, әншілер бір сала болып осылай тоғысып қазақ дейтін халықтың өнер мұхитына құя беруіне тілектеспін жолдастар. Мына кештің қайырлы, құтты, қуанышты кеш болатынына мен сеніп отырмын. Ал жасаңыздар жігіттер. Қазақ СССР-ның халық артисі Сара Тыныштығұлова ақын Шөмішбай Сарыевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің туған жер «Ойлайсың ба жаным» атты екі әнін орындайды. Babamın
десем екен, не десем, айға далаяқ теңесем, өңімде әлде түсімде қайғылмай кеттің неге сен? Ойлайсың ба жаным, ойлайсың ба балалық кезімде, ойлайсың ба өмір саған жаным сұрайсың ба, қуансың ба тағдыр оңайсың ма? La 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 la. Көктемде құстар қонғанда оралып сырлы орманға, аңсаған жүрек іздейме сағына қарап жолдарға. Ойлайсың ба жаным, ойлайсың ба балалық кезімде, ойлайсың ба өмір саған жаным сұрайсың ма, қуансың ма тағдыр мұңайсың ма? Ойлайсың ба жаным, ойлайсың ба балалық кезімде, ойлайсың ба өмір саған жаным сұрайсың ма, қуансың ма тағдыр мұңайсың ма? Қазір сіздердің алдарыңызға республикамыздың белгілі өнерпаздары, Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреаты, вокалдық, инструменталдық Дос Мұқасан ансамблі. Ақын Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған «Гүл қала, сен менің ертегімсің, далам менің» атты әндерін тыңдаңыздар. Kala
babamdan asqarşınan azamat elimden akkayından aruunday jerimden akkularan seni deniz gölümden kırandaran seni mölder kögümden sappar şeksim sağınattın bağlanmam demirimdi tabınattın bağlanmam men taulardın basıymaymin aldımda basıyem kendigine dağlama tuğban edem iyilesin galamday kuşlar jayar suyunesin anamday yerlik gerek bul ömürde taularday kendik gerek dünyege dalamday sappar şeksim sağınattın bağlanmam terimdi tabınattın bağlanmam men taulardın basıymaymin aldımda basıyem kendigine dağlama men taulardın basıymaymin aldımda basıyem kendigine Жанбота Тұяқбаевтың «Аққу сенім» деген әні. Орындайтын Гүлдер ансамблінің әншісі Мақпал Жүнісова.
Қазір Жоламан Тұрсынбаевтың «Досқа сыр» деген әнін қазақ сырына еңбегі сіңген артист Зейнеп Қойшыбаева. Tağdır jolu kütbegen joldu Güldü ömürde, nurlu ömürde Bul dünyege aşık bolup жүрген шақта Балғын дәурен қоштасты ма Жүрегіміз гүлге іңкәр ғашық бау Дауыл сезім толқытып сан тасыптау Келер күнді сағынып біз жүрген шақта Ол балалық қоштасыпты Бәлкім ерте десейдік пе өзіміз Інілердің жанарында көзіміз Көңілдерден кетпес мәңгі Армандарға ғашық болған кезіміз Көздері
Ескендір Хасанғалиевтің ардагерлер әні. Ескендір көптеген тақырыптарға ән жазып, біздің халқымыздың еңбегі ме, бейбітшілік өмірі, достық, махаббатқа арналған тақырыпқа жазып, біздің ән жанрымыздың кеңей түсуіне өзінің ықпалын тигізіп жүр. Ардагерлер әні әрине біздің халқымыздың көкейінен кетпейтін сонау 30 жылдар отан соғысына арналып, сонда отан үшін жан қиған ерлердің есіміне арнаған екен осы әнін. Бұл әнді орындайтын әншілердің бүкілодақтық жарысының дипломанты Люция Тулешева. Бақытын келер күннің көре алмадым, төгіліп жанарынан сулар арманым. Оқ қашқан қыран құстай талай бұзды, соғыстан туған жерге оралмадым. Өмірде аян түнде күліп таңды, жанымен дүниені жұтқанды. Соғыстың ардагерін қастерлеудай, бүгінгі бақыт ұрпақ ұмытпағандай. Алдына тартып еңбек өрістерін, майдангер ұлдарымен көріселіп, көзіндей қаза болған озақтардан туған жер жалап сүйді жеңістерін. Өмірде аян түнде күліп таңды, жанымен дүниені жұтқанды. Соғыстың ардагерін қастерлеудай, бүгінгі бақыт ұрпақ ұмытпағандай. Өмірдің көз алдынан өтті бәрі, алаулап жанарындай асты жалын. Ардагер әкелер мен аға ұрпақ, бүгіннің бақыт үшін төкті қанын. Өмірде аян түнде күліп таңды, жанымен дүниені жұтқанды. Соғыстың ардагерін қастерлеудай, бүгінгі бақыт ұрпақ ұмытпаңдар. Қазір сіздердің алдарыңызға Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреаты, белгілі әнші, композитор Ескендір Хасанғалиев шақырамыз. Ақ шағала аяулымды орындап береді. Кездескен күн көзіңмен, теңізге мен айналдым. Соңғы
сырлас сөзіңе сезімге мен айналдым. Ғашық жанар болдырар, сағымға мен айналдым. Бас айналар бақыттан, сезімге мен айналдым. Ағымға мен айналдым. Дауыл не шайқалған, толқыным не теңіздей толқытқан сол күніңе әрдайым айнама аяулым. Баладай көзі күлген, өзі шат, өзі мұңлы, сол бір пәк сезіміңнен айнама аяулым. Ақ желкендей балғын шақ қоштасты ма белгісіз, арман болған албырт шақ достасты ма белгісіз. Бас айналар бақыттан, сезімге біз айналдық. Тіл табысқан уақытта теңізге біз айналдық. Теңізге біз айналдық. Дауыл не шайқалған, толқыным не теңіздей толқытқан сол күніңе әрдайым айнама аяулым. Баладай көзі күлген, өзі шат, өзі мұңлы, сол бір пәк сезіміңнен айнама аяулым. Кеңес Дүйсекеев, «Ойлан балам». Сөзі Шөмішбай Сариевтікі. Орындайтын Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреаты, астанамыздағы жасөспірімдер мен балалар театрының актері Досқан Жолжақсынов. Ойлан балам, өмір деген өтпелі. Бұл дүниеге кімдер келіп кетпеді. Қайта оралмас бұл өмірдің жаздары, қайта оралмас гүл өмірдің көктемі. Ойлан балам, тәтті өмірге талайлар тоя алмаған. Ойлан балам.
өмірге талайлар той алмаған. Ойлан балам, ойлан балам, елің жерің салтың бар. Мұратына жетер адам талпынған. Таудай биік азаматы болсаң да, биікпін деп айтпа балам қалқыңнан. Ойлан балам, тәтті өмірге талайлар той алмаған. Ойлан балам. Біздің бүгінгі музыкалық поэзиялық кешімізге қатысу үшін арнайы Ақтөбеден келген үлкен өнерпазымыз бар. Ол Бибігүл Омарова. Кеңес Дүйсекеевтің әні «Жау, жау, жаңбыр». Жау, жау, жаңбыр, жауады
гүлге толмадым, атамәжем торадым, мен ауылды сүйемін. Мен ауылды сүйемін. Гүлге толмадым, папам, мамам торадым, мен қаланы сүйемін. Мен қаланы сүйемін. Ата-әжем мекені, папам, мамам мекені, туған жерді сүйемін. Туған жерді сүйемін. Мен осы өзімнің сөзімді, бүгінгі кештегі сөзімді бір өлеңмен жеткізсем деймін. Сол бір өлеңді оқуға рұқсат етіңіздер. Кел жылдарым, жылқысындай самғап кел, арманымдай айтылмаған әндап кел, қайғы қырғанның қайғы мұңын ұмыттыр, қуанғанның қуанышын жалғап кел. Кел жылдарым, келген сайын тасып өт, шаттығыңды шашуыңдай шашып өт, кәрі жасқа махаббатын жолдас қып, адамдарды адамдарға ғашық ет. Жанарларда отымыз боп жана біл, өркеніміз сәбидерте дана қыл. Кел жылдарым, кәрі жаспа еркелет, ерсектің бәрін бір сәт бала қыл. Ем дәрідей таңдайларға тамшы бір, әуеніңе әуелетіп салшы бір, жүректердің бәрін бірдей күйшетіп, адамдардың бәрін бір сәт әнші қыл. Бөлеп алсын дүниенің жанын нұр, жан біткенде бір-біріне табындыр, еске алдырып ескі досты жылдарым, адамдардың бәрін бір сәт сағындыр. Бәрін үлгір, аялдама, уақыт жет, әрбір үйдің асыл дәмін татып кет, мәңгі бақи есте қалып, әрбір күн адамдардың бәрін бір сәт бақыт ет. Тудыр күнін, тудыр оңнан айында, ұшқан құстың қанаттарын қайырма, адамдарды ұлы жерге бауыр қыл, адамдарды ұлы еңбектен айырма. Өлшемірді адамшылық тойыммен, өлшемеші пендешілік пейілмен. Сәбилердің жүрегімен сүйе біл, аналардың көзі болып мейірлен. Өмір талай өз бақытын ұшырды, адам жанын адам ғана түсінді. Ақша бұлтты аспаныңда жылдарым, самғата бер бейбітшілік құсыңды. Берме жанның біріне де ақырет, жақсыларды жақсыларға жақын ет. Дүниеге таңғалатын балаша, адамдардың бәрін бір сәт ақын ет. Рахмет. Бүкіл дүниежүзілік жарыстардың жүлдегері, Алтын Орфей Гала 83 деген бүкіл дүниежүзілік байқаулардың, конкурстардың лауреаты, Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреаты, Қазақ ССР-іне еңбек сіңірген артист Роза Рымбаева. Бүгін Шөмішбай ағайдың творчестволық кешіне өзімде бірге үлесімді қосып отырғаныма өте қуаныштымын. Себебі
Кеңес ағай мен Шөмішбай ағайдың әндері менің сахнаға ең бірінші рет шыққан жылдары. Мысалы, домбыра туралы баллада, сәлем саған туған ел, еркеледің сен деген әндерін мен бірінші жылы орындаған едім. Қазір сол әндерді сіздердің алдарыңызға орындап беремін. Келешекте осы ағайлардан бұдан да артық қызықты әндер тосамын. Керім дала, кең дала, төре дала, жыршы дала, жыр дала, сері дала, ару дала, ән дала, биші дала, әнші дала, күйші дала. Гүлдеріне ғашықпын сол даланың, арманына асықпын сол даланың. Кең өлкемде көз тартқан дала гүлі, сенсіз менің аяулым арманым. Перзентіңмін мен сенің туған далам, шуағы мол анамдай шапағатың, шексіз менің бір саған махаббатым. Шексіз менің бір саған махаббатым. Қызғалдағы құлпырған гүл дала, қыран дала, аққулы бұлбұл дала, ақын дала, сал дала, сұңқар дала, батыр дала, нар дала, тұлпар дала. Сол даланың ғашықпын бір гүліне, ақбұлақтай асықпын бір гүліне. Сол даланың ғашықпын таңдарына, сол даланың асықпын арманына. Перзентіңмін мен сенің туған далам, шуағы мол анамдай шапағатың, шексіз менің бір саған махаббатым. Шексіз менің бір саған махаббатым. Сырбайындай баулардан, алатаудай таулардан, сарыарқадай талынан, теңіз Каспий аралдан. Баян сұлу жігіттей, төлегендей төлектей, ұл-қызы бар елімде, жұлдызы бар жерімде. Сәлем саған туған ел, аспаным көлі бір, жұлдызы көлі бір, арманым бір, даласы бір көлі бір. Сәлем саған туған ел. Ұлы тойдай ұлыстың жаралған ел,
сөзі Шөмішбай Сариевтікі. Орындайтын Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреаты, астанамыздағы жасөспірімдер мен балалар театрының актері Досқан Жолжақсынов. Ойлан балам, өмір деген өтпелі. Бұл дүниеге кімдер келіп кетпеді. Қайта оралмас бұл өмірдің жастары, қайта оралмас гүл өмірдің көктемі. Ойлан балам, тәтті өмірге талайлар той алмаған. Ойлан балам, алда үміт арманым, алда сенің нұрлы күнің таңдарым. Қайта оралмас жас шағымның көзінде, қайта оралмас ғұмырымды жалғадым. Ойлан балам, тәтті өмірге талайлар той алмаған. Ойлан балам, ойлан балам, елің жерің салтың бар, мұратына жетер адам талпынған. Таудай биік азаматы болсаң да, биікпін деп айтпа балам қалқыңнан. Ойлан балам, тәтті өмірге талайлар той алмаған. Ойлан балам,
Біздің бүгінгі музыкалық поэзиялық кешімізге қатысу үшін арнайы Ақтөбеден келген үлкен өнерпазымыз бар. Ол Бибігүл Омарова. Кеңес Дүйсекеевтің әні «Жау, жау, жаңбыр». Мен осы өзімнің сөзімді, бүгінгі кештегі сөзімді бір өлеңмен жеткізсем деймін. Сол бір өлеңді оқуға рұқсат етіңіздер. Кел жылдарым, жылқысындай самғап кел, арманымдай айтылмаған әндап кел, қайғы қырғанның қайғы мұңын ұмыттыр, қуанғанның қуанышын жалғап кел. Кел жылдарым, келген сайын тасып өт, шаттығыңды шашуыңдай шашып өт, кәрі жасқа махаббатын жолдас қып, адамдарды адамдарға ғашық ет. Жанарларда отымыз боп жана біл,
өркеніміз сәби дерте дана қыл, кел жылдарым, кәрі жаспа еркелет, ересектің бәрін бір сәт бала қыл. Ем дәрдей таңдайларға тамшы бір, әуеніңе әуелетіп салшы бір, жүректердің бәрін бірдей күйшетіп, адамдардың бәрін бір сәт әнші қыл. Бөлеп алсын дүниенің жанын нұр, жан біткенде бір-біріне табындыр, еске алдырып, ескі досты жылдарым, адамдардың бәрін бір сәт сағындыр. Бәрін үлгір, аялдама, уақыт жет, әрбір үйдің асыл дәмін татып кет, мәңгі бақи есте қалып, әрбір күн адамдардың бәрін бір сәт бақыт ет. Тудыр күнін, тудыр оңнан айында, ұшқан құстың қанаттарын қайырма, адамдарды ұлы жерге бауыр қыл, адамдарды ұлы еңбектен айырма. Өлшемірді адамшылық тойыммен, өлшемеші пендешілік пейілмен. Сәбилердің жүрегімен сүйе біл, аналардың көзі болып мейірлен. Өмір талай өз бақытын ұшырды, адам жанын адам ғана түсінді. Ақша бұлтты аспаныңда жылдарым, самғата бер бейбітшілік құсыңды. Берме жанның біріне де ақырет, жақсыларды жақсыларға жақын ет. Дүниеге таңғалатын балаша, адамдардың бәрін бір сәт ақын ет. Рахмет. Бүкіл дүниежүзілік жарыстардың жүлдегері, алтын Орфей Гала 83 деген бүкіл дүниежүзілік байқаулардың, конкурстардың лауреаты, Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреаты, қазақ сср еңбек сіңірген артист Роза Рымбаева. Бүгін Шөмішбай ағайдың творчестволық кешіне өзімде бірге үлесімді қосып отырғаныма өте қуаныштымын.